Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз үй жағдайында тауықтан кәуап жасайтын боламыз. Духовкада, яғни пеште кәуап жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай тауық сан етін ірілеу қылып турап аламыз. Өте майлы болғаны дұрыс, өйткені кәуабымыз дәмді шығады. Одан соң керекті пиязымызды да ірілеу қылып турап кәуабымызға араластыратын боламыз. Және сарымсақ, яғни чесногымызды да ұсақтап майдалап турап аламыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Пияздарымыздың да арасын ашқанымыз дұрыс. Мен барлық қоспалардың барлығын қосып аламын. Енді кезекте тұз қосамын. Дәміне қарай өздеріңіз көресіздер. Және қара бұрыш, паприка қосамын. Сұйық май қосамын. Томатный соус қосамын. Және уксус қосамын. Шай қасық уксус қосатын боламын. Менде бұл жерде 70%-ық. Егер сіздерде 9%-тік болса, бір ас қасық қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, 3 сағатқа холодильникке немесе бір түнге қойып қоятын боламын. Міне маринадты болынды. Біздің неміз дайын, окорочкамыз. Тауық етіміз осылай палышкамызға өткізіп аламыз. Ол палышкамызды салқын суда 10-15 минут салып қойсаңыздар, пешке салғанда күйіп кетпейтін болады. Барлығын осылай өткізіп аламыз. Паприка қара бұрыштың орнына егер шашликке арналған арнайы бұрыш болса, соны қоссаңыздар да болады. Дәл осылай осы күйінде мен печкама салатын боламын. 200 градуста 40 минутта пісіп шығады. Енді сіздердің пештеріңіздің қызуына байланысты өздеріңіз қарап отырсаңыздар болады уақытын. Қараңыздар, өте дәмді, түсі де өте керемет. Шашлигіміз, яғни кәуабымыз пісіп шықты. Қараңыздар, арасы да өте жұмсақ. Ешқандай күмәнданбай осылай духовкада шашлик дайындай берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде мен сіздерге түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Дәл осындай кәуап жасап көріңіздер. Қараңыздар, түсі де өте керемет, өте дәмді, өте жұмсақ. Балаларыңызға және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.